Ару ағажелері, қазақ аналар дәстүрге жол. Қош келдіңдер. Күндерің қалай өтті? Бүгін сәтті басталып, сәтті өткен сияқты ғой, иә? Бүгін енді сіздерді шақырып отырған себебіміз, бұнау 25 күні республика күні болып саналады. Бұл өте үлкен мереке. Осы мерекеге қандай қиыншылықпен жетсек те, соның қызығын енді біз көріп жатырмыз ғой. Балаларымыздың бәрі кемеңгер, оқымысты, данышпан, осындай тәрбиелі, ұрпақ тәрбиелеп отырған, мына жұмақтың кілті табанның астында болып отырған, мына сіздер. Сондықтан да басқа жақты қалай айтамыз? Мына өзіміздің Мұсабек ауылы, осы егемендік ел болғаннан бері қарай, көшемізде жарқырап светіміз жанып тұр, асфальтымыз төселіп тұр. Мынау балалар ойнайтын бүгін қазір ашылған жатыр балалар ойынханасы. Мына жақта жаңа дом культурамыз ашылып жатыр, арқанда больницамыз істеп тұр. Бұл ауылдан кетіп не керек? Шындығын айтқанда, осы өсіп өніп келе жатқан балаларымыз оқып өніп келгеннен кейін сол білімдерін ауылға, ауылдан бала көшкенмен дейді, ауыл баладан көшпейді дейді. Әлде сондықтан да біздің балаларымыз саналы болып, осы ауылды көркейтуге, іс-шара өткізуге қол ұштерін беріп жатса, құба-құп емес пе? Ал енді мына біздің сіздердің жасап қойған мынау үйлеріңізге қарап, өткенді көріп дейді, алдыға қарай ұмтыл дейді. Мынау тұрған әрбір зат, осы отырған сіздердің аналарыңыздың алақанының ыстық табы бар. Қарап отырсаңыздар, қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінің Көксу ауданының төрайымы ретінде сіздерге айтарым, болашақта әрқайсымыз шамамыз келгенше үйде жата бергенде не істейсіздер? Мысалы үшін әнегін абысынажыға барып қатысып екінші орын алып, Мұсабектің ғана емес, ауданның атын республикаға шығарып жатсыздар. Ал енді сіздер мынау топта сөйлеп, әрбір тақырыптарды талдап, көрініп жатсыздар. Сіздерге сондықтан мың алғыс айтамын. Ал енді сіздердің еңбектеріңізді бағалай отырып, облыстан сіздерге марапат берілді емес пе? Осы марапатты алып үндемей тыныш жатпай, әрқайсымыз қолымыздан келгенше болашаққа деген сенімді арттыратындай бала-шағаға үлгі өнеге көрсетейік. Ауыл әкімдігіне қамқоршылығымызды көрсетейік. Жетім жесірлерге қарасайық. Үлкен қарттардың үйінде, мысалы үшін біздің ауылымызда ғасыр ана бар, білесіздер ме? Әбзелбаева Айнабала деген кісі. Ол кісінің қайнағасы да, бауыры да түгел соғыста 41-ші жылы соғысқа аттанып, 45-ші жылы ауылда қайтпай қайтыс болды. Ал жақында ғана осы Әбзелбаев атамызға арнап ас берді. Сол аста мағлұматтың бәрі айтылды ғой. Сол сияқты осы біздің ауылда қаншама батыр аналар, Ұлы Отан соғысының ардагерлері және кейіннен Мұсабектің атын шығарып, ауылымызды көркейтіп жүрген неше түрлі ұлағатты адамдар бар. Мына бос тұрған екі стенаны болашақта сіздердің күштеріңізбен, сіздердің ақылдарыңызбен ауылда аралай жүріп, Ұлы Отан соғысының ардагерлерін, алғашқы Мұсабекті құрған басшыларды, одан кейінгі төменділерді, түгел әрқайсысын ару аналарды, ғасыр аналарды бөлек қойып, мағлұмат беріп, ұрпақтан ұрпаққа сабақтастық ретінде біздің қалдыру міндетіміз. Сондықтан да қыздар, қыз десе дейді, 90-дар кемпір күлім қағады дейді ғой. Әр уақытта жүздеріңізден күлкі етпесін. Аман есен болыңыздар. Мына Гүлбәкші құдағидың үйіне болашақ біздің нәрестеміз дүние есігін ашып жатыр екен, бау берік болсын, бау берік болсын. Мына Мәулетхан Қаншайымның үйінде бала келіп, 40-нан шығарылып, енді сүндет той болып жатыр екен. Міне ол да құтты болсын. Ал енді мына кісі үйді жаңартып, мына өмір талабына қарай жасап атқан үйлеріңіз құтты болсын. Ырсалды сен үйінде неше түрлі мінекей орденің құтты болсын айналайын. Баланың бақыты адамның немересі болсын, бала болсын, соның бақыты адамның немерелерінің балаларының қызығын көріп, соның жемісін жеу. Ал енді мынау біздің Ұлбосын келіннің үйінде де құрсақ шашу дайын тұр. Тәуба Құдай. Сондықтан да өсіп өнейік, өркендейік. Жаңағы алға қойған мақсатымызды жеткізейік. Мына екі стена бос тұрмау керек. Және де мына жерде әлі де қоятын заттар көп. Баяғының майшағын, баяғының қол машинесін, және сандық, оның бәрін, және сол заманда ұстаған әке-шешелеріміздің етажеркі дейтін қазақша, орысша, былайша ол сатылы сандық деп аталады. Оның бәрін түгел дайындап қойдық, жақын арада әкелеміз. Мына тұрған төрдегі көрпе жастық, бұл
қазақтың жақында шымылдығын әкеліп құрамыз, қыз жасауы болады. Сонда біздің мынау қазақтың дәстүрін дәріптеу жолындағы тұрманымыз түгел дейді ғой. Міне сондықтан да осының бәріне бірге отырып, қол өнерлеріңіз болса, басқалар болса, шама келгенше атсалысыңыздар. Мына жатқан сырмақты мына құдағи әкеп салып отыр, сізге де рахмет. Сіздің қол өнеріңіз, бұны біз елге дәріптеп көрсетуге міндеттіміз. Анау төрде жатқан Нағима мен Қасымханның қол өнері, мысалы үшін мына тұрғанның бәрі менің шешемнің қол өнерлері. Осындай заттарды үйде болса әкеліп қоса беріңіздер. Мынау бөлменің бәрін біз үшін не үшін берді? Біз бұның бәрі қазір республикада да осылай тұр. Сондықтан да бұны бұзуға да, бұны басқа жаққа апаруға да біздің қақымыз жоқ. Өйткені қазақтың, қазақ иісін білдіретін дәстүрді дәріптеп, салт сананы түгел болашаққа жеткізе беруіміз керек. Сондықтан да енді сіздерге қалай дейміз? Жорытқанда жолдарыңыз болсын, қыдыр қалай салам жолдастарыңыз болсын, бастарыңызда бақтарыңыз болсын, астыларыңызда тақтарыңыз болсын. Немере шөмере шөпшектеріңіздің қызығын өздер. Ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты, келіндеріңіз зинабатты болсын. Осы сіздердің барлық күнәларыңызды де, жақсы істеріңізді де көтеретін, мына біздің қара жеріміз аман болсын. Тек қана қуанышты жағдайда кездесейік. Балаларға бүгін ашылғалы жатқан мына ойын-сауық орны жұмысты болып, бала шағаларымыз соның қызығын ауырмай, сырқамай, қатарлары сиренмей, соның қызығын бірге көруге, сіздер де аман болу үшін Алла тағаланың барлық құзырындағы жақсылық болуға Алла тағала бізді нәсіп етсін. Әмин.